мен сахнаға шығып бастаған кезде қиындық тудырған сәттер болды. Вот көре алмаушылық деп соны айту керек. Бір кісілер тіпті бақыт осы сахнаға шықса мен күйеуімнен айырылсам дегенде кездер болды. Мен ойлаймын, причем тут оның күйеуі, причем тут оның семьясы, и менің вообще сахнаға шығуым, да? Соған қарағанда сахнаны аяған болу керек менен. Сондай да моменттер болды. Вот осыны таза көре алмаушылық деп мен ойлаймын мысалы. Ұмытып қалдым кім адам екенін ше. Бірақ сол айырылысып кетті соңында. И вот фокус бұрылғаннан кейін Қайраттың жұлдызы жанды. Кәдімгідей. Вот бақ кірді бұл жерде. Бақ қай жерде кірді? Әзіл әлемде емес. Бақ түнгі студияны жүргізіп бастаған кезде кірді. Айтайын сіздерге. Сондықтан бағы жанған еркекке мен ешқашан кедергі болмаймын. Керісінше маған жақсы ғой. Я кайфую, отдыхаю, работаю на удовольствие. Керек кезде әнімді айтам, керек емес кезде айтпаймын. Өзім білем, қашан айтам, қашан айтпаймын. Не айтам, не кием, өзім білем да. Рахат. И менің бағым бұл менің отбасым. Мен бақытты отбасыны жасаймын. Және бақытты отбасыда өмір сүремін. Мен бақытты отбасыны ойнамаймын. Ойнасаңыз, ойынның қашан басталғанын білмей қаласыз. Бақытты отбасыны сүру керек. Құрастыру керек.